Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған 7-ші зертханалық жұмыс ерітіндінің қышқылдық және сілтілік ортасын анықтау зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Бұл зертханалық жұмысты орындау үшін бізге керекті құрал-жабдықтар мен реактивтер, яғни қышқыл немесе сілті ерітінділері қажет, тұз қышқылы ерітіндісі қажет, натрий гидроксиді ерітіндісі қажет, фенофталин индикаторы қажет, петри табақшалары қажет және әмбебап индикатор қажет. Сонымен тәжірибемізді бастайық. Натрий гидроксиді ерітіндісін петри табақшасына құямыз, 1-2 тамшы, және тұз қышқылы ерітіндісін 2-ші петри табақшасына тамызамыз, 1-2 тамшы. Енді екеуіне де 1-ші петри табақшаға да 2-ші петри табақшасына да фенофталин индикаторын тамызамыз. Фенофталин индикаторы сілтілік ортада таңқурай түсті, ал қышқылдық ортада түссіз болып келген тексеріп көрейік. Көріп тұрғандарындай, натрий гидроксиді ерітіндісінде фенофталиннің түсі таңқурай түске өзгерді. Ал тұз қышқылы ерітіндісіне тамызған кезде оның түсі өзгерген жоқ. Яғни фенофталин сілтілік ортада таңқурай түсті, ал қышқылдық ортада түссіз болады екен. Енді әмбебап индикатормен тексеріп көрейік. Әмбебап индикаторда 1-ден 6-ға дейінгі аралықтағы түстерді көрсететін болса, ол қышқылдық, 7-ге сәйкес келетін түсті көрсететін болса, ол бейтарап ортаны, ал 8-ден 14-ге дейінгі түсті көрсететін болса, ол сілтілік ортаны көрсетеді екен. Енді, міне, натрий гидроксидіне батырдық, түсі 10 мен 11-дің арасына сәйкес келетін сияқты 10-ға сәйкес келеді. Яғни, натрий гидроксидінің ортасы сілтілік. Келесі, тұз қышқылы ерітіндісіне батыратын болсақ, әмбебап индикаторды. Түсі қызарды, яғни 1-ге сәйкес келеді. Тұз қышқылы ерітіндісінің ортасы қышқылдық. Келесі, берілген ерітінділердің pH мәндерін, яғни ортасын анықтайық. Уксус деп жазылған, яғни сірке суы. Сірке суының ортасы қышқылдық па, жоқ әлде сілтілік па екенін анықтау үшін әмбебап индикатор қағазын аламыз. Сірке суын тамызамыз. Байқайтын болсаңдар, түсі өзгеріп жатыр индикатор қағазын. Енді тексереміз. Қай санға сәйкес келетіні. Яғни 3 пен 4-тің арасына сәйкес келеді. 4-ге жақын. Яғни сірке суының ортасы қышқылдық. Келесі ерітіндіміз эмульсия магнезия дейді. Яғни магнезия ерітіндісі, магний гидроксиді ерітіндісі. Тексеріп көрейік, ортасы сілтілік пе, жоқ әлде қышқылдық па. Индикатор қағазының түсі өзгерді. Енді
сәйкестендіретін болсақ, 8-ге жақын, яғни 8-9-ға жақын, яғни магнезия эмульсиясының ортасы әлсіз сілтілік ортаны көрсетеді екен. Келесі ерітіндіміз лимон суы. Яғни лимон суының ортасын анықтап көрейік. Әмбебап индикатор қағазына лимон суын тамызамыз. Түсінің өзгергендігін бақылаймыз. Міне түсі өзгерді. Яғни лимон суының түсі 3-ке сәйкес келеді. 3 пен 2-ның арасы. 3-ке жақын. Яғни лимон суының ортасын қышқылдық екендігін көріп отырмыз. Яғни осылайша, балалар, біз ерітінділердің қышқылдық немесе сілтілік орта екенін анықтау үшін арнайы индикаторлармен тексеру арқылы анықтауымызға болады екен. Бүгінгі сабағымыз сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.